Саламатсыздар ма? Алматы мемлекеттік сервис және технологиялар колледжі 2ВТ9А тобымен қашықтықтан оқыту жүйесі бойынша сабағымды бастаймын. Google Class жүйесіне кіріп, алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері курсына кіріп, ең бірінші сабақты бастамас бұрын қолданушылар мәзірінен бүгінгі сабақта қанша оқушы қатысып отырғанын көруге болады. Бүгінгі сабақта 24 оқушы қатысып отыр. Одан соң лента мәзіріне қайта келіп, ол жерден оқушылармен өткен сабақ тақырып бойынша сұрақ жауап алуға болады. Яғни сұрақ қою арқылы сұрақ қойып мұғалім оқушы жауап бере алады. Енді жаңа сабақты бастау үшін тапсырмалар мәзіріне кіріп, ол жерде ең бірінші нұсқаулық технологиялық картасы бар файлды ашамын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы стандартты сұхбаттарды қолданып жоба құру. Жұмыс барысында Lexbox, Canvabox компоненттерімен қысқаша теориялық мәліметтерді оқушыларға бере отырып, оларға арналған мысалдарды орындауға болатындығын түсіндіріп өтемін. Яғни әр компонентке жеке мысал берілген. Осы мысалды орындамас бұрын оқушыларға арнайы бейне жазба материал беріледі. Ол материалда тапсырмалар бетінде орналастырылған бейне жазба. Яғни бейне жазба басынан бастап оқушыларға қай бетте, стандарт бетінде ма, additional бетінде ма, қандай беттен қандай компонентті алуға болатынын толық ақпарат берілген. Яғни бір мысалды орындауға толық көмектеседі осы бейне жазба. Осы бейне жазбаны орындау арқылы оқушы әрғарай мысалдарды әрқайсы өзі жеке орындауға болады. Осы бейне жазбаны мен бірге көріп, бірге жасап болғаннан кейін қайттан тапсырмалар бетіне ораламыз. Яғни тапсырмалар бетінде бізде нұсқаулық технологиялық карталар файлы жүктелген және бейне жазба жүктелген, және сол сабақты қорытындылау үшін бақылау сұрақтары беріледі. Бұл бақылау сұрақтары әрқайсына жеке беріп отырып, оқушылармен кері байланыс жасауға болады. Яғни тапсырмалар бетінен оқушы орындап болғаннан кейін мына жерде қолданушылар бөлімінде оқушылармен кері байланысты жүргізуге болады. Және осы жерде WhatsApp желісінде арнайы алгоритмдеу және бағдарламалау пәннен арнайы топқа чат ашылған. Сол жерде оқушылармен кері байланыс жүргізуге болады. Және де қайттан өзіміздің Google Classқа ораламыз. Бұл жерде бағалау мәзірінде әр оқушы қандай жұмыс атқарылғанын көруге болады. Бұл жерде бағалау жүйесі 100% көлемде процент бойынша көрсетіледі. Сол әр оқушының өзінің алған балдық жүйесін көрсетуге болады. Енді қашықтықтан оқыту жүйесін балалармен осылай сабақ жүргіземіз.